Орнынан тұрған Қалима қызын ертіп Тоғай жаққа бет алды. Арық жағалап келеді. Күн ала кеуім болып таяқ тастам жер көрерден көрінбес болып барады. Кенет мөлдірдің көзі арыққа түсіп кетті. Ағараңдаған бір нәрсе қалқып жатыр. Адамның киіміне ұқсайды. Апа, мынау Айдынның футболкасы емес пе? Не дейді Құдай, не дейді? Әне қараңызшы. Қалима сілейіп тұрып қалды. Қолындағы иттерден қорғанам деп ұстап алған таяғы мен әлгі ағараңдаған нәрсені түртіп көрді. Ауыр сияқты. Апа, мынау Айдын ғой. Не дейді Құдай? Енді осы да бар ма еді менің басыма? Баламның басын жалмаған сұм неме? Неге өзің өле қалмадың а? Неге өлмедің деп зар илеп Қалима арыққа өзі түсті. Сүйретіп жағаға алып шықты. Өлді деп ойлаған баласы шашала бастады. Қолдары дірілдеп, Қалима түкке түсінбей тұр. Мөлдір, тіріме қарашы, даусы шығады шашалып. Мөлдір өкпесінен басып көріп еді, аузынан атқылап су шықты. Қатты тұншыққаны болбаса, Құдайдың құдіретімен Айдын тірі екен. Есін жиғанша біраз құшақтап отырды. Көзін ашқан соң барып, аймалап, бетінен сүйіп құшақтап, Қалима еңіреп жылады. Осы айлығымды алсам, сиырды сатамыз да кетеміз бұл үйден. Болмаса, бәрімізді жалмап тынады мына хайуан. Тұрыңдар, үйге барайық. Апа, үйге бармай-ақ қояйықшы, дала жылы ғой, сыртта ұйықтай береміз, деді Мөлдір жыламсырап. Уайымдама қызым, ол ұйықтап та қалған болар. Қарындарың да ашты ғой, үйге барып бірдеңе жейік. Айдынды көтерген анасының соңынан еріп үйге қайтты. Үйге келген бойда жуынып, дастарханға жайғасты. Қалима балаларына пияз қуырып берді де өзі сүйсіне қарап отырды. Анадай жерде, кереуеттің аяқ жағында жерде Досан аунап ұйықтап жатыр. Қалима бір қарады да, мынадай жиіркенішті мақұлықпен қалай бірге тұрып келгенмін деп ойлады. Өткенді есіне алды. Тіпті танымаса да осы үйдің табалдырығын аттап еді. Үйде екі қыз ғана болатын. Еркек кіндік жоқ еді үйінде. Әкелері ертеректе қайтқан. Қарт анасы мен сіңілісі үшеуі тұратын. Зорлап алып қашып әкеліп еді осы үйге. Ата-енесі момын жандар болатын. Мөлдір туылған соң екеуі де жылма-жыл қайтыс болды. Содан бері көріп келе жатқан қорлығы осы. Тіпті қызының да соққыға еті өліп кеткен. Кішкентайынан әкесінің таяғын жеп келеді. Не үшін ұрады, неге? Ешкім түсіндіріп бере алмайды. Үшеуі сәкіге барып жайғасты. Төсектерін салды да жатып қалды. Таң ертең ерте тұрған олар бірі сиыр сауып, бірі шай дайындап, өз тірліктеріне кірісті. Осылай күндер өте берді. Әне кетеміз, міне кетеміз деп жүріп, оқу жылы да басталып қалды. Оқуда аяқтап жас шыққанда кетейік деп тағы қалды. Уақыт шіркін зымырап, бір күн ұрыс болса, бір күн қашып тығылып жүріп те Мөлдірдің мектеп аяқтайтын уақыты келіпті. Биыл мектепті бітіреді. Осы жылы қалайда анасы мен інісін алып кетпекші. Баяғыдай емес, анасының да денсаулығы сыр беріп жүр. Жұмысқа әрең барып келеді. Досанның күйі сол баяғы өзгеріссіз, қазір тіпті көшеде жатып ішетін болған. Ешкім оны адам демейді. Кішкентай балалардың өзі аттап өтіп кете береді. Алғашында намыстанатын Мөлдір көшеден алдап сүйреп келетін. Қашырдай қыз қашанға сүйресін? Қазір тіпті мән де бермейді. Бетінің сол жағына көзден төмен үлкен шырам түскен. Ол да әкесінің кесірі. Анасының мойнына пышақ кезенгенде ажыратып қаламын деп Мөлдірдің бетін осып кеткен. Мүмкін дереу ауруханаға барғанда тігіп беріп, іс қалмайтын ба еді, кім білсін. Бірақ Мөлдір ешқайда бармады. Содан кейін Мөлдір әкесін адам екен демейді. Тіпті өлсе де жыламайтын шығармын деп ойлайды ішінен. Тек анасы оны тоқтатып отырады. Қой қызым,
Күнәсін өзі арқалайды. Не болса да әкең қарғама, өлім тілеме. Құдай өзі бір жағына шығарады, дейді үнемі. Күндер өтіп жатты. Мөлдір мектепті аяқтайтын уақыт та жетіп келді. Мына ауылдан соры болған әкесінен тым алысқа кетсем екен деп асығып жүр. Мөлдірді сырттай күнде көріп жүретін бір жігіт бар. Бұл қызды шынымен ұнатады ма, әлде жаны ашып уайымдағаннан ба, күнді көргісі келеді тұрады. Бірақ ол сыр болып жүрек түкпірінде жатыр. Мөлдір жайлы ешкімге айтқысы келмейді. Шындап келгенде айтатын адамы да жоқ. Үйдегі көкпе-дөге шеше мен күнде түртпектеп мазақ етіп отыратын өгей бауырлары мұның жан сырын не қылсын. Сондықтан Арман күн ұзаққа малдың соңында жүргенде Мөлдірді есіне алады. Ішкі жан сырын айдалаға, жапандаладағы түзге, дым түсінбейтін төрт түлікке айтады. Құстармен сырласады. Кешкілік мал өрістен қайтар уақытты асыға күтеді. Себебі мұны бірінші болып Мөлдір күтіп тұрады. Қаннен қаперсіз өз сиырын пайдадан айырып, үйіне айдап кетеді. Сәлем Арман деп амандасқан жылы сөзін қайта тыңдағысы келеді. Сол үшін асығады. Бүгін де асығып келеді. Ауылға жақындады. Жүрегі дүрсілдеп, Мөлдір бүгін тағы да басқа сөздер айтам екен деп үміттеніп келеді. Бірақ асығып жеткенде Мөлдір көшенің басынан көріне қоймады. Тіпті есік алдына дейін сиырын айдап барды. Қақпа жабық тұр. Мөлдір жоқ. Іштей уайымдап тұр. Әкесі ерте келіп, шығармай қойды ма екен әлде? Атының басын бұра бергенде қақпа ашылып, бір көзі бұлаудай болып қанталап үсіп тұрған Қалима апайды көрді. Не айтарын білмей. Мөлдір күтіп алушы еді сиырды. Көрінбеген соң басқа үйге кіріп кетпесін деп, рахмет айналайын, Мөлдір үйде еді, деді де Қалима апай сиырын айдап үйіне кірді де қақпаны жауып алды. Біраз тосылып тұрған Арман артқа қайтты. Жол жөнекей Мөлдірді ойлап келеді. Не болды екен? Жағдайы дұрыс па екен? Тағы да таяқтың астында қалды ма екен? Ойланып кеткен Арман үйіне қалай жеткенінде байқамай қалды. Өгей шешенің шәңкілдеген даусынан есін жиды.